Сәлем балалар, бүгін 102-ші сабақ. Ауыз әдебиеті асыл қазына. Ауыз әдебиеті үлгілерін есіңе түсіріп көр, саған қайсы таныс. Балалар, ауыз әдебиеті дегеніміз білеміз, бұрыннан келе жатқан қазақтың халқының біздің ата-бабаларымыздан ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ауызша шығармашылықтардың жиынтығы. Мысалы, мына өздеріңіз суретте көріп отқандай жұмбақ, ол ертегі, мақал, санамақ, қаламақ, мәтел, сұрамақ, жаңылтпаш, бесік жыры, бұлардың барлығы осы ауыз әдебиетіне жатады. Бұлардың барлығы бізге таныс. Мысалы, жұмбақ деген ол белгілі бір затты жасыру, ертегі деген ол адамның қиялынан шыққан шығармашылықтар, мақал, мәтел ол өсиет сөздер, санамақ, қаламақ, сұрамақ деген ол ойындар, жаңылтпашты білеміз, қызықты неше түрлі сөздерді, бір-біріне ұқсас сөздерді тезірек айту, бесік жыры, ол бізде балаларды көбіне ұйықтайтын кезде айтатын әлди бесік жырымыз. Бұлардың барлығы бізге таныс деп ойлаймын. Әсіресе сіздерге дәл қазіргі уақытта әдебиеттік оқу кітабынан осыларды өтіп жатырмыз. Келесі екінші санамақ құрастырып көр. 1 дегенім, 2 дегенім, 3 дегенім дейді. Осы жерге өзі құрастырып, санамақты әрі қарай жалғастыр дейді. Мен сіздерге Қадыр Мырзалидың құрастырған санамағын айтқым келіп отыр. 1 дегенім білеу, 2 дегенім екеу, 3 дегенім үскі, 4 дегенім төсек, 5 дегенім бесік, 6 дегенім асық, 7 дегенім желке, 8 дегенім серке, 9 дегенім торқа, 10 дегенім оймақ, 11 ауыз қара жұмбақ дейді. Дәл осы сияқты балалар, сіздер де ойларыңыздан санамақ құрастырып әрі қарай жалғастырыңыздар. 3-ші тапсырма: білім, еңбек, достық жайлы мақал мәтелдер жинастыр. Білім туралы: білетінің 1-9, білмейтінің 99. Білмесең үндеме, білгенді күндеме. Білім гауһар, бағасы жоқ, надандық кесел, дауасы жоқ. Еңбек туралы: түйір нан, тамшы тер, жері байдың елі бай. Сен үсті сүйсең, іс саған бас еді. Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті болар. Малды тапқанға бақтыр, отынды алғанға жақтыр. Достық туралы: дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Жаман достан мың сақтан. Жаман жолдастан жақсы дұшпан артық. Дос басқа, дұшпан аяққа қарайды. Дос та дос, дұшпан да дос мал барында. Ағаш тамырымен мықты, адам адал дос жарымен мықты. 4-ші тапсырма: әдебиеттік оқулығынан ертегілердің түрін біліп ал. Досы көпті жау алмайды деген мақалмен аяқталатында ертегі құрастыр. Осы тақырыпта оқыған басқа да ертегілерді есіңе түсір. Ертегілер жанрлық әрі сюжеттік құрамы жағынан әр алуан. Ол іште бірнеше жанрға бөлінеді. 1-ші жануарлар туралы ертегілер, 2 қиял ғажайып ертегілер, батырлық ертегілер, 3 хикаялық ертегілер, сатиралық ертегілер, 4 тұрмыс салт ертегілері. Сюжеттері тек қазақтың өзіне тән ертегілермен қатар басқа елдермен ортақ сюжетке құрылған ертегілер де бар. Баяғы өткен заманда бір бай өмір сүріпті. Оның 2 ұлы болыпты. Тұңғышының достары өте көп болса керек, ал кенжесі өз алдына бір дана ақылды жігіт болыпты. Бірде ауылға жоңғарлар басып кіреді. Оларды жеңуге бұл ауылдың дәрмені жете қоймапты. Сол кезде әлгі байдың тұңғыш ұлы барлық достарын жинап алып, жоңғарларға қарсы тұрып, жау әскерін жайратып тастапты. Содан күн өтеді, ай өтеді, бір күні ауылда үлкен құйын тұрып, ағаш үйлерді құлатып кетіпті. Сол мезетте байдың кенже ұлы ақылдылығымен көзге түсіп, құйынды жоғалтыпты. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген мақал осыдан болу керек. Бұл ертегіні Жанарбекұлы Мұстафа деген 7 жасар Алматы қаласының кішкентай ғана балапаны осы ертегінің құрастырыпты. Сіздер де дәл осындай сияқты ертегі құрастырсаңыздар болады. Балалар, менің достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.